бір бөлім жарты жерінен айырылған ел кезінде бір мемлекет өз аумағының жартысына жуығынан айырылды. Бүгінде ол жерлерде Калифорния, Техас, Невада, Аризона, Юта және Нью-Мексико штаттары орналасқан. Бұл Мексика. 1846-1848 жылдардағы ақш-Мексика соғысынан кейін Мексика орасан зор территориясын жоғалтты. Бұл ел тарихындағы ең ауыр кезеңдердің бірі болды. Бір кезде ортақ шекара ғана болған екі елдің арасында бүгінде қабырға тұр. Тек бетон қабырға емес, экономикалық және әлеуметтік айырмашылықтың қабырғасы. Бірақ Мексиканы тек жоғалтумен сипаттау қате. Мексика дегенде ойыңызға не келеді? Текила, кактус, ащы тако, мерекелік карнавалдар. Туристерге көрсетілетін әдемі сурет. Ал шынайы Мексика бұдан әлдеқайда терең. Елдің ресми атауы Мексикалық біріккен штаттар. Иә, ол да федерация. 31 штат пен Мехико федералдық округінен тұрады. Жер көлемі шамамен 2 миллион шаршы шақырым. Халқы 130 миллионға жуық. Әлемдегі халқы ең көп 10 елдің қатарына кіреді. Бұл жай ғана мемлекет емес, мыңжылдық өркениет. Халықтың басым бөлігі метистер, яғни испан отаршылар мен ацтек, майя, ольмек секілді байыр халықтардың ұрпақтары. Бүгінде елде 68 жергілікті тіл ресми түрде танылған. Кейбір ауылдарда колумб келмей тұрып сөйлеген тілдер әлі күнге дейін сақталған. Мексика географиялық тұрғыдан да ерекше ел. Екі мұхитқа шығады, Тынық және Атлант. Мұнай, газ, күміс қоры мол. Күміс өндіру бойынша әлемдегі жетекші елдердің бірі. Оның үстіне ең ірі нарық ақш пен шекаралас. Мексика 20 құрамына кіреді, әлемнің ең ірі экономикаларының бірі. Сонда неге осындай мүмкіндіктері бола тұра ел әлі де кедейлік, жемқорлық және қылмыс мәселелерімен күресіп келеді? Неге миллиондаған адам шетелге кетуге тырысады? Екі бөлім екі түрлі Мексика, шын мәнінде екі Мексика бар. Біріншісі журнал мұқабасындағы Мексика. Канкунның жағажайлары, люкс қонақ үйлер, отарлық сәулет, түрлі түсті фестивальдер. Туризм, өнеркәсіп, халықаралық компаниялар. Ал екіншісі қарапайым халықтың Мексикасы. Бұл жерде университет дипломы жоғары табысқа кепілдік бермейді. Көпшілік ұзақ сағаттар жұмыс істейді. Кейбір аймақтарда заң әлсіз, ал шағын бизнес қорғау ақысын төлеуге мәжбүр. Адамдар елін жек көргендіктен кетпейді. Олар тұрақсыздықтан, қауіпсіздік мәселесінен, болашаққа деген сенімсіздіктен қашады. Сонымен бірге мексикалықтар әлемдегі ең еңбекқор халықтардың бірі. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының деректеріне сәйкес, мексикалықтар жылына орта есеппен 2200 сағаттан астам жұмыс істейді. Бұл Германия мен ақш азаматтарына қарағанда әлдеқайда көп. Көпшілігі 10-12 сағат жұмыс істеп, үстіне ұзақ жол жүреді, әсіресе халқы тығыз Мехикода. Мұнда табыс көбіне өнімділікке емес, жұмыс сағатына байланысты. Парадокс осында, ең көп жұмыс істейтіндердің табысы әрдайым жоғары бола бермейді. 3 бөлім елді ұстап тұрған күш Мексика мәдениетінде отбасының орны ерекше. Көп жағдайда бұл елде басты тұлға президент емес, әже деп әзілдейді. Бұл сөздің астарында шындық бар. Бірнеше буын бір шаңырақ астында немесе бір-біріне жақын тұрады. Отбасы басты тірек. Мемлекеттік қолдау әлсіздеу болған жерде адамдар бір-біріне сүйенеді. Мексикалық әйелдер қоғамда үлкен рөл атқарады. Олар жұмыс істейді, отбасыны басқарады, дәстүрді сақтайды. Қиындыққа қарамастан, өмірге деген құштарлығы мен ішкі қуаты елдің рухын сақтап келеді. 4 бөлім Мексиканың әлемге берген сыйы. Мексика әлемге тек текила сыйлаған жоқ. Шоколадтың отаны дәл осы жер. Ежелгі мезоамерикалық өркениеттер какао дәндерін қасиетті деп санаған. Ацтектер шоколад деп аталатын ащы сусын ішкен. Ол чили мен дәмдеуіштер қосылған қою сусын болған. Какао дәндері ақша орнына жүрген. Кейін еуропалықтар оған қант қосып, бүгінгі тәтті шоколадқа айналдырды.
Мексикада әлі күнге дейін шоколад қосылған дәстүрлі моле соусы дайындалады, етке арналған ащы, күрделі тағам. Сонымен қатар 1940 жылы мексикалық инженер Гильермо Гонсалес Камарена алғашқы түсті теледидар жүйелерінің бірін патенттеді. Бұл жаңалық телехабар тарату саласына үлкен серпін берді. 5 бөлім құдайлар мекені Мексика, ежелгі өркениеттер жері. Чичен-Ицадағы Кукулкан пирамидасы, ежелгі инженерияның ғажайыбы. Көктемгі және күзгі күн теңелуі кезінде пирамидада жылан бейнесіндегі көлеңке пайда болады. Теотиуакан күн мен ай пирамидалары орналасқан көне қала. Паленке джунгли ішіндегі жұмбақ қала. Мұнда билеуші Пакальдың саркофагы табылған. Бұл жерлер тек туристік нысан емес. Олар адамзат өркениетінің дәлелі. 6 бөлім қауіп пен шындық, картельдер туралы аңыз және ақиқат. Мексика туралы сөз болғанда көп адамның ойына бірден есірткі картельдері келеді. Бұл шындықтың бір бөлігі ғана. Елде ұйымдасқан қылмыс мәселесі бар. Кейбір аймақтарда картельдер ұзақ жылдар бойы ықпал жүргізіп келді. Бірақ Мексиканы тек қылмыспен байланыстыру 130 миллион адамды бір ғана стереотипке сыйғызу деген сөз. Мехико, Гвадалахара, Монтеррей секілді ірі қалалар заманауи мегаполистер. Мұнда университеттер, технологиялық орталықтар, өндіріс орындары, халықаралық компаниялар орналасқан. Ел автомобиль өндірісі бойынша әлемдегі алдыңғы қатарлы мемлекеттердің бірі. Көптеген жаһандық брендтер өз зауыттарын дәл осы жерде ашқан. Яғни, Мексика тек жаңалықтардағы қылмыс хроникасы емес. Ол өндіріс, білім, ғылым және мәдениет орталығы. Бірақ мәселе неде? Мәселе теңсіздікте. Елдің кейбір аймақтары қарқынды дамып жатса, басқалары артта қалып отыр. Осындай айырмашылықтар әлеуметтік шиеленіс тудырады. 7 бөлім ақш пен шекара, мүмкіндік пе, әлде тәуелділік пе? Мексиканың тағдыры көп жағдайда солтүстіктегі көршісімен байланысты. ақш Мексиканың ең ірі сауда серіктесі. Мыңдаған зауыттар шекара маңында орналасқан. Күн сайын екі ел арасында миллиардтаған долларлық сауда айналымы жүреді. Сонымен бірге миллиондаған мексикалықтар ақшта жұмыс істейді. Олар жыл сайын отбасына миллиардтаған доллар жібереді. Бұл қаржы Мексика экономикасының маңызды бөлігіне айналған. Бірақ бұл жағдай екі жақты әсер етеді. Бір жағынан жұмыс орындары мен табыс. Екінші жағынан экономикалық тәуелділік. Саясаттағы немесе экономикадағы кез келген өзгеріс Мексикаға тікелей әсер етеді. Сондықтан ел үнемі тепе-теңдік іздеуде. 8 бөлім жастар және болашақ. Мексика халқының орташа жасы салыстырмалы түрде жас. Бұл үлкен артықшылық. Жас буын технологияға бейім, креативті, кәсіпкерлікке қызығушылық танытады. Стартаптар, компаниялар, цифрлық индустрия қарқынды дамып келеді. Мехико бүгінде Латын Америкасындағы технологиялық хабтардың біріне айналуда. Бірақ жастар алдында таңдау бар, елде қалып, өзгеріс жасауға тырысу немесе шетелге кету. Бұл таңдау қазіргі Мексиканың басты сұрақтарының бірі. Егер жас буын мүмкіндікті ел ішінде тапса, Мексика жаңа экономикалық серпіліс жасай алады. 9 бөлім мәдениет, өмірге деген құштарлық. Мексиканың ең ерекше қыры оның мәдениеті. Өлім күні мерекесін еске алыңыз. Бұл қайғы емес, еске алу және өмірді дәріптеу күні. Түрлі түсті бас сүйектер, гүлдер, шамдар, мұның бәрі өмір мен өлімнің табиғи цикл екенін қабылдаудың белгісі. Музыкасы мариачи. Бие отты. Өнері жарқын. Фрида Кала секілді суретшілер бүкіл әлемге мексикалық рухты танытты. Мексикалықтар қиындыққа қарамастан күле біледі. Бұл олардың өмір философиясы. Қанша мәселе болса да, отбасы жиналып, дастархан жайылып, әңгіме айтылады. Міне, елдің шынайы күші осында.